қазақ халқында ағайын туысқанға байланысы, ағайын туысқанды құрметтеу, жиынына, қуанышына шақыру бұл өте мықты болған кезінде. Өйткені білеміз, қуанышты бөліссең көбейеді, қайғыны бөліссең азаяды дейді. Сол үшін қуанышты көбейтетін, қайғыны азайтатын бұл ағайын. Біздің Алла рахымына бөлесін Әбшүкір деген атамыз болған. Әбшүкір атамыз туысқандардың барлығын аралайтын. Үйіне келетін, келмейтін туысқандар бар ғой, оған қарамайтын. Тойына келетін, келмейтін қарамайтын. Баршасын туысқан деп не қылатын, барып, зиярат етіп, жағдайын біліп, хал ахуалын біліп, байланысты нығайтатын. Ал бұл қайдан шығып жатқан дүние десек, бұл біздің әкелеріміздің тәрбиесі, аталарымыздың және де бұл дінімізде бар дүние. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисіне келеді, өмір жасың ұзақ болғысы келетін болса, өміріңде берекелі қылғың келетін болса, онда ағайын туысқанмен қарым-қатынасты мықтылағын дейді. Ағайын туысқанмен қарым-қатынасты мықтылау бұл тек қана барыс келіс бар ағайындар емес. Барыс келіс үзілген ағайындармен қарым-қатынасты мықтылау бұл нағыз ағайын туысқанды құрметтеп, оның құрметін орнына қою болып есептеледі.